Сәлеметсің бе, балақай? Класс KZ порталына қош келдің. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бекіту. Бүгінгі сабақта сен өткен сабақта өткен уақыт өлшемдеріне қатысты әртүрлі тапсырмаларды орындайтын боласың. Ал балақай, мына тапсырмаға назар аудар. Бірінші астына қарай қой. Бұл жерде қажетті сандарды қоюың керек. Қанекей бірге бастайық. Біріншісі, жарты ғасыр бұл қанша жылды құрайды? Бәрекелді, дұрыс айтасың. Жарты ғасыр бұл 50 жылды құрайды. Жарты ғасыр деп тұрғанымыз бір ғасырдың жартысы. Яғни 100 жылды екіге бөлеміз. Сонда 50 жыл болады. Келесі, ширек ғасыр бұл қанша жыл? Бәрекелді, дұрыс айтасың. Ширек ғасыр деп отқанымыз бұл бір ғасырдың 1/4 бөлігі. Яғни 100 жылды 4-ке бөлеміз. Сонда ширек ғасыр бұл 25 жылды құрайды. Келесі, 1 минуттың 3/1 бөлігі бұл қанша секунд? Бәрекелді, дұрыс айтасың. 1 минуттың 3/1 бөлігін табу үшін 60 секундты 3-ке бөлеміз. Сонда 20 секунд болады. Келесі, 1 минуттың 6/1 бөлігі бұл қанша секунд? Бәрекелді, дұрыс айтасың. Оны табу үшін 1 минутты құрайтын 60 секундты 6-ға бөлеміз. Сонда 1 минуттың 6/1 бөлігі 10 секунд құрайды. Келесі, әсіне қарай қой. Күннен жерге жарық 8 минут және 1 минуттың 3/1 бөлігінде жетеді. Бұл неше секунд? Жарайсың, дұрыс айтасың. 1 минуттың 3/1 бөлігі жоғарыда анықтағандай бұл 20 секундты құрайды. Сонда 8 минут 20 секундта жетеді екен. Бұны секундпен өрнектейік. Сонда 500 секундты құрайды. Жарайсың. Ал балақай, келесі тапсырмамызға көшейік. Келесі тапсырмамызда салыстыру есебі берілген. Қанекей бастайық. 1 минут және 30 секунд. Қанекей салыстыр. Бәрекелді, дұрыс айтасың. 1 минут бұл 60 секунд құрайды. Сондықтан бұл 30 секундтан артық болады. Келесі, 1 ғасыр және 90 жыл. Қанекей салыстыра қой. Дұрыс айтасың. 1 ғасыр бұл 100 жылды құрайды. Сонда бұл 90 жылдан артық болады. Келесі, 3 минут 25 секунд және 200 секунд. Қанекей салыстыр. Бәрекелді, 3 минут 25 секунд бұл 205 секунд құрайды. Сондықтан бұл 200 секундтан артық болады. Келесі, 2 сағат және 120 минут. Қанекей салыстыра қой. Дұрыс айтасың. 2 сағат бұл 120 минутты құрайды. Сондықтан екеуі тең болады. Келесі, 200 жыл және 1 ғасыр 90 жыл. Қанекей салыстыр. Дұрыс. 1 ғасыр 90 жыл бұл 190 жылды құрайды. Сондықтан бұл 200 жылдан кейін болады. Келесі, 2 тәулік 20 ғасыр. Келесі, 2 тәулік 20 сағат және 70 сағат. Қанекей салыстыра қой. Бәрекелді, дұрыс айтасың. 2 тәулік 20 сағат бұл 68 сағатты құрайды. Сондықтан бұл 70 сағаттан кейін болады. Жарайсың. Ал балақай, келесі тапсырмамызға көшейік. Келесі тапсырмамызда мынандай есеп берілген екен. Ол жаз үй тапсырмасын 1 сағат 30 минутта орындады. Ол өлең жаттауға 15 минут. Есеп шығаруға одан 2 есе артық уақыт жұмсады. Қалған уақытында эссе жазды. Ол жаз эссені неше минут жазды? Қанекей есепті шығар. Ал балақай, бірге тексерейік. Есептің қысқаша жазылуы былай болады. Өлеңге 15 минут, ал есеп шығаруға белгісіз, бірақ өлең жаттауға қарағанда 2 есе артық уақыт кетті. Ал эссеге қалған уақыт кеткен екен. Барлығы 1 сағат 30 минутты құрайды. Енді шығару жолына тоқталайық.
Бірінші есеп шығаруға кеткен уақытты табамыз. Ол үшін 15-ті 2-ге көбейтеміз, сонда 30 минут кеткен екен. Енді есепке және өлеңге кеткен барлық уақытты табу үшін 15-ге 30-ты қосамыз, сонда 45 минут болады. Енді 1 сағат 30 минутты минутпен өрнектейік, сонда 90 минут болады. Енді эссеге кеткен уақытты табу үшін барлығы уақыттан өлең мен есепке кеткен уақытты азайтып тастаймыз. Сонда 90-нан 45-ті азайтамыз, деген 45 минут болады. Есептің жауабы Олжас эссені 45 минут жазды. Жарайсың. Ал балақай, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сен өткен уақыт өлшем бірліктеріне қатысты әртүрлі тапсырмаларды орындаған болатынсың. 1 минутта секунд тілі сағаттың циферблатын толық айналады. Яғни 1 минутта 60 секунд болады. Ал ғасыр деп отырғанымыз бұл уақыттың үлкен өлшем бірлігі екен. Бір ғасырда 100 жыл болады. Сонымен балақай, бүгінгі сабағым аяқталды. Бүгінгі сабақ сен үшін қызықты, түсінікті болды деп ойлаймын. Класс KZ порталында көріскенше, қош, сау бол.